1845 жылы Шыңғыстаудың етегіндегі Жидебайда қазақ халқының ұлы перзенті дүние есігін ашты. Ол Абай Құнанбайұлы еді. Бар жоғы 59 жыл өмір сүрсе де, артына ғасырларға жететін мұра қалдырды. Абайдың әкесі Құнанбай өз заманында аға сұлтан, қажы, ел басқарған қайраткер. Меккеде қазақтарға арнап қонақүй мен мешіт салдырғаны тарихта қалғаныз. Ақынның шын есімі Ибрахим, алайда оны ел Абай деп таныды. Бұл әжесі Зеренің жүрек қылы болып қалған еркелетуі еді, оның өлеңмен өрілген ғұмыры ерте басталды. Алғашқы өлеңдерін Көкбайдың атымен жариялаған. Абай 176-дан астам өлең, 45 қара сөз жазды. Оның шығармалары бүгінде әлемнің 60-тан астам тіліне аударылған. Ақын ғана емес, сазгер де болды. Көзімнің қарасы, желсіз түнде жарық ай секілді әндері қазақ ән өнерінің биігіне айналды. Абай өмірі мен даналығы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман-эпопеясында көркем шежіреге айналды. 20 жыл жазылған бұл туынды бүкіл әлемге тарады. Алғашқы махаббаты Тоғжан. 3 жарынан 10 бала сүйген. Абай 16 жасында әке, 36 жасында ата атанды. Заң мен тәртіпті терең меңгерген Абай 21 жасында болыс болды. 1885 жылы Қарамола съезінде Абай 93 баптан тұратын заң жобасын жазды. 1913 жылы Ахмет Байтұрсынұлы қазақтың бас ақыны деп жазды. Бұл Абайға берілген ең әділетті, ең әділ баға еді.